Сәлем балақай, бүгін біз сенімен ш дыбысымен танысамыз. Сабағымызды бастамас бұрын айнамызды алып артикуляциялық жаттығуларды жасап алайық. Әткеншекке отырып тербелеміз күнде біз, балалар мен жеткіншек таласпаймыз мүлде біз. Тілімізді төмен және жоғары көтереміз, мұрнымызға қарай және иегімізге қарай көтеріп созамыз. Сырт соғып сағатым, уақытты ол көрсетер, барар жерден қалдырмай, уақытымен жол сілтер. Жіңішке тілді ауыз қуысынан шығарып, оңға, солға қимылдату керек. Сылақшы біздің мықты ғой, қоршауды сылап шықты ғой, әдемі бояу көңілге қуаныш шаттық сыйлайды. Тілімізді жоғарғы таңлайға алып барып, әрі-бері сылаймыз, сылақшы ұқсап жүргіземіз. Таңқурай мен өріктен қайнаттан ам тосапты, дәмі қандай керемет, кетер емес ауыздан. Жалпақ тілмен алдымен жоғарғы ерінді, содан кейін төменгі ерінді жалап шығамыз, тосап жағылғандай. Алып келді дүкеннен апам менің ақ кесе, құйып алып кесеге дәмді етіп шай іштім. Ауыз кең ашық, жалпақ тілді жоғары тіске қарай көтеріп, кесе ұқсатып ұстап, 10-15 секунд ұстап тұрамыз. Бірақ тіл тіске тимеуі керек. Міне, ш дыбысын өздеріңіз суретте көріп отырғандай, аузымыз қалашқа ұқсайды, тістеріміз жабық, тіліміз жоғарғы тістің артқы жағында, дыбыс шықпайды, жел екпінмен сыртқа жылы болып шығады және дауыссыз дыбыс екен. Ш дыбысын айту үшін тілімізді кесе ұқсатып, аузымыздың ішіне кіргізіп, ернімізді шошайтып сақиннан немесе қалашқа ұқсатамыз. Тамағымыз дірілдемейді, аузымыздан жылы жел ереді. Қазір біз сенімен ш дыбысына байланысты буындарды айтамыз. Мен айтамын, сен қайтала. Ша, ша, ша. Шо, шо, шо. Шу, шу, шу. Ше, ше, ше. Ш, ш, ш. Шö, шö, шö. Шә, шә, шә. Шу, шу, шу. Ш, ш, ш. Жарайсың, балақай. Сен мен сияқты қайталады деген ойдамын. Балақай, енді ш дыбысы бар сөздерді айтып көрейікші. Шар, шырша, шана, шие, шапан. Жарайсың, балақай. Енді біз сенімен ш дыбыстары бар сөйлемдерді айтып көрейік. Шолпан шашын тарады. Шопан ата қойшы. Шәкен шарамен шаңғы тепті. Енді балақай, сенмен жаңылтпаш айтып үйренейік. Шөбіңді шапсаң, шап, шапшаң, шап. Балақай, біз сенмен бүгін ш дыбысын дұрыс айтуды үйрендік.
менің айтқан жаңылтпашымды үйден қайталап бірнеше рет айтып үйрен. Келесі сабақта жолыққанша балақай, сау бол.